Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін мен сіздерге 2017 жылы жарық көрген Естеліктер түні атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Джин Сок атты бала жаман түс көріп терлеп оянады. Ол ағасы, ата-анасы төртеуі басқа үйге көшіп жатыр екен. Сөйтіп жаңа үйлердің алдына тоқтап қарайды. Іштей маған бұл үй таныс сияқты деп ойланып тұрғандай болады. Содан ағасы Юсокты таныстырады. Ол кішкентайынан дарынды, 8 қырлы бір сырлы жігіт. Ішпейтін, шекпейтін, спортта да, оқуда да озық болатын. Тіпті үйдегі жұмыстарды да істейтін деп айтып, өз ағасын қатты құрметтейтінін және мақтан тұтатынын естиміз. Бір жыл алдын апаттан сол аяғын зақымдап алыпты. Ал Джин Сокта болса неврастения, яғни созылмалы неврологиялық ауруы бар екен. Содан үйлеріне заттарын кіргізіп жайғастыра бастайды. Екінші қабаттағы кішкентай бөлмеде үй иесі киімдерін қалдырып кетіпті. Оған кіре алмайтын боп, Юсок інісімен бір бөлмеде жататын болады. Орналасып болып, кешке тамақтануға отырып, Джин Сок әкесінен әлгі жабық тұрған бөлмедегі киімдер жайлы сұрайды. Ескі киімдер секілді, бірақ нақты білмейтінін, бізге ол жерге кіруге болмайтынын қатаң түрде ескертті дейді. Дәріңді ішіп жүрсің ба десе, иә деп жауап береді. Сол кезде төбеде бірдеңе құлағандай дыбыс естіледі. Жоғары қарап, не дыбыс десе, қандай дыбыс деп туыстарының естімегенін түсінеміз. Сөйтіп түн болып, оқуға 3 рет қатарынан түсе алмаған Джин Сок қайта түсу үшін дайындалып болып, орнына жатады. Ағасы ұйықтап, ол музыка тыңдайды. Сонда тағы да құлағанның дауысын естиді. Құлаққабын шешіп, не ол дегенде тыңдамақ болады. Көзі әлгі жабық тұрған бөлмеге түсіп, соған қарай бармақшы боп бөлмеден шығады. Есікті ашпау керектігін біле тұра, тұтқаға қолын созып ашпақ болады. Сол кезде артынан ағасы не істеп жатсың деп кеп қалады. Ана жақтан біртүрлі дыбыстар шығып жатыр дейді. Ағасы құлағын тосып тыңдап көріп, ештеңе естімегенін жеткізеді. Мен шынымен естідім дегенде, ағасы неврологиялық ауру шығар деген оймен, егер дыбыс естісең, онда таза ауа жұтуың керек деп оны алып кетеді. Ол кезде есік астында көлеңке қимылдайды. Екеуі жақын маңға таза ауамен демалуға шығады. Ағасына әкесі хабарласып, қайда екендерін сұрап, бір қағаздарды әкеп беруін айтып, ағасы 10 минутта барып келемін, сен тұра тұр деп кетеді. Ол әдеттегідей құлаққабын киіп музыка тыңдайды. Ал Юсоктың алдына көлік тоқтап, бір топ жігіттер оны ұрғылай бастайды. Юсок оларға барынша қарсы тұруға тырысады. Музыкасын тыңдап, жай жүріп келе жатқан Джин Сок біреуді ұрып жатқанын көріп, кейін ағасы екенін байқап, соған қарай асығады. Бірақ ағасын соққыға жығып, оны көлікпен алып кетеді. Үйіне жетіп, Юсокты ұрлап кеткенін жеткізіп, өзі талып қалады. Тағы да жаман түс көріп, шошып оянады. Қасында отқан ата-анасынан ағасының әлі табылмағандығын естиді. Детективтер кеп, одан шабуылдағандардың біреуі болсын есіңізде ма десе, жоқ, қатты жауын болды, қараңғы еді, абдырап қалдым дейді. Сонымен полиция біреу қоңырау соғып қалар деген үмітпен телефонға жазу құрылғысын қосып күтіп отырады. Осылай 15 күн өтіп, ешкімнен қоңырау түспей, полицияның бұл іске қызығушылығы азаяды. Дәрісін ішіп ұйықтап жатқанда түсінде оны біреу ұрып оянып кетеді. Кейін кішкентай бөлменің есігіне көзі түсіп, ол жерде тағы сықырлаған дыбысты естіп, селк етіп қорқып кетеді. Сосын бөлменің есігі ашылып, қорыққаннан көрпенің астына тығылады. Шошып жатқанда біреу келе жатқандай болып, көлеңкесі көрініп, жартылай ашық тұрған есігі сырғиды. Көзін жұмып жатып, ешкім келмегеннен кейін көрпесін ашса, ешкім болмайды. Есігі солай жартылай ашық тұрса, ал бөлменің есігі жабық болады. Жеңілдеп отырып, жанына қараса, сөйтсе түсі екен. 19-шы күні ағасы үйге оралады, бірақ оның есінде ештеңе қалмайды. Дәрігер ода диссоциативті амнезия, яғни Юсок сол күнгі жаман естелікті өшіріп тастаған екен. Еске түсіру үшін тек күту керек дейді. Азанда оянса, Юсоктың жатқанын көріп, кейін екеуі тамақтанады. Кетуім керек деп орнынан тұрып жүргенде, інісі оның оң аяқпен ақсаңдап бара жатқанын байқап, оң аяғыңа не болды? Оң аяқпен ақсаңдап барасың ғой десе, қарап тұрып, мен асығыспын, әзіліңді қой деп сол аяғымен ақсаңдап жүреді. Джин Сок түсінбей қателескен шығармын дегенде ары қарай тамағын жейді. Кешке Джин Сок сабағына дайындалып отырып ұйықтап қалады. Сонда ағасы артына кеп оның қаламын алып, көздерінен ашуланып тұрғандай болып көрінеді. Қаламның ұшын көзіне бағыттап басып шығара береді. Көзіне жақындағанда қаламның ұшы түсіп қалады. Дәл солай оны үстел үстіне қойып кетеді. Сәлден кейін інісінің көзі шайдай ашылады. Сыртқа шыққан ағасының артынан аңдай бастайды. Ешкім жоқ екенін көрген бала аяғы саудай ақсаңдамай алып
алға қарай шапшаң жүре кетеді. Соны көрген Джинсок таң қалады. Ағасы бір таксиге отырып кетсе, інісі де такси тоқтатып артынан жүруін айтады. Артынан қалмай аңдап, Юсок көзәйнегін шешіп бір жерден түсіп темекісін шегеді. Інісі де жетіп артынан ереді. Бір көшелермен жүріп кеп, үш жігіт Юсокқа бос сәлем бердік деп күтіп алады. Яғни ол бандиттердің бастығы секілді. Олардан есеп алып сөйлесіп жатып, детективтеріміз деген екі жігітті көріп, солар екенін танып, таң қалып түсінбейді. Ағасы ары қарай кетіп, Джинсок та оны аңдай береді. Ішпейді, шекпейді, үлгілі азамат деген ағасының басқа қырынан көрінгені таң қалдырады. Алдында бара жатқан ағасы кейін көрінбей қалып, қайда кеткенін білмей, айналасын қарап, таппай кері кетпек болғанда, алдынан әлгі детективпіз деген екі жігіт шығып қалып, оның қолынан ұстамақ болғанда, Джинсок олардан сытылып шығып, қаша жөнеледі. Барынша қатты жүгіріп, оларды жеткізбей, ары қашып, бері қашып ұстатпайды. Ақыры олардан тығылып құтылады. Кеткен кезде жаймен шығып қараймын дегенде, артынан біреу оны шүберекпен аузына басып ұйықтатады. Сөйтсе ол ағасы екен. Джинсок сабақ орындаған үстелінде шошып оянады, мойнын ұстап көреді. Сол кезде ағасы жаман түс көрдің бе деп өз орнынан айтқанда, інісі қорқып тұрып кетеді. Түсінбеген ағасы не болды, неге қорқып жатсың деп сұраса, ештеңе болмады деп жуынатын бөлмеге кіріп есікті құлпылайды. Ағасы бандит па деп ойлап тұрғанда, Юсок інісін шақырып, есікті аш десе, бала одан ары қорқып, жоғал деп айқайлап береді. Жақсы, кетем, тек не болғанын айтшы дейді. Сонда Джинсок түнде оны аңдығанын, ана еркектер детективтер емес па десе, түнде менің жатқанымды көрдің ғой, қандай еркектер деп ағасы түсінбей тұрады. Кеше сен менің көзіме қаламды тығып алайын дегеніңді естідім. Менің ағам қайда, онымен не істедің деп сұрайды. Үндемей тынышталып қалады. Құлағын тосып көріп, бір темірді алып есікті ашады. Айналасына қарап, алға жаймен жүріп келеді. Ағасы тап беріп, қолындағы темірді алып қойып, оны тыныштандыруға тырысып арпалысады. Юсок оған көзіңе елестеген, оның бәрі болмаған дейді. Онда менің естелігімді қалай түсіндіресің десе, ағасы кеше сен дәріңді ішпедің дегенде, ол дәріні түсіріп алып ішпегенін көреміз. Бала дәріні ішпегеннен көзіме көрінді деп ойлап жылайды. Кейін дәріні қабылдап ағасынан кешірім сұрайды. Ағасы жақында келем деп кетеді. Терезеден оның ақсаңдағанын көріп, кейін сабақ орындайтын үстеліне отырып, құлаған қаламын аламын дегенде, қаламның ұшын байқап, оны алып көріп, оқиға шынымен болғанын түсінеді. Анасына болған жағдайды айтып береді. Егер ол түнде шығып кетсе, әкені оятып, артынан аңдаймыз деп, Юсоктың ағасы еместігіне кәміл сенеді. Сөйтіп оны күтіп отырып, кішкентай бөлмеден сықырлаған дыбыстарды естіп, қолына бейсбол таяғын алып, кірмек болып есікті ашады. Іште заттардың беттері салафанмен жабылғанын көреміз. Ақырын жүріп, айналасына қарап келеді. Шетке қараса, ағасының асылып қалғанын көріп, шошып кетеді. Сөйтсе түсі екен. Өзін басу үшін суын ішіп қайтып келе жатып, анасының ол бірдеңе сезе бастады деген сөзін естіп қалып, жай анасының тыңдай бастайды. Юсокты ол емес деп айтты деген секілді сөздерді айтып жатқанда, Джинсок артқа басамын дегенде, еденнен сықыр деген дыбыс шығады. Анасы біреу бар деп ашса, ешкім болмайды. Кім бар? Джинсок сенсің ба деп шақырады. Қорыққан ол көшеге жалаң аяқ шығады. Ол жақта әкесі келе жатыр екен. Қайда барасың деп сұраған оған, досыма барам дегенде, анасы артынан кеп, аты кім оның десе, сіздер білмейсіздер деп жауап береді. Артынан тағы бір бала келеді. Біз сені жібермейміз дегенде, бала әкесін итеріп қашып шығады. Артынан қуалайды. Полиция бөлімшесін байқап, солай қарай жүгіріп, әйтеуір қашып құтылып, полиция алдынан шыға келеді. Менің отбасым деп мені сендіріп, екінші қабатта ұстап отырды десе, неге сендіңіз дегенде, өзімді білмеймін дейді бала қобалжып. Сөйтіп полицияда бала жайлы ақпаратты қарап, сіз 77 жылы туылсаңыз, онда жасыңыз 41-де дейді. Бала болса, менің жасым 21-де ғой деп сенбей, қазір 97 жыл деп ойлайды. Қазір 2017 жыл, жасыңыз 41-де деп баланы таң қалдырып, ол күнтізбеден 2017 жыл екенін көріп, түсінбей, кейін айнаға қарап, өзінің жас жігіт еместігін көріп, таңырқап, бір жағынан қорқып, бетін ұстап көреді. Сөйтіп, амал жоқ, бәрін білгісі кеп, үйіне оралады. Шығыңдар, сөйлесеміз деп отбасын шақырады. Жоғары көтеріліп, кіруге болмайды деген бөлменің есігі ашық тұрады. Соған жай кіріп, іште музыка ойнап, жерде қан болып жатқан манекенді көріп, не бұл деп түсінбейді. Сонда отбасы мүшелері кіріп келеді. Кімсіңдер, менімен не істедіңдер деп сұрайды Джинсок. 20 жыл алдын дәл осы бөлмеде кісі өлтірілді дейді. Содан болған жағдайды айтып береді. Анасы мен қызын пышақтап кеткенін, бұл оқиға бүкіл елді дүр сілкіндіргенін, бірақ қылмыскердің табылмағанын естиміз. Жылдар өте адамдар қылмыс жайлы ұмыта бастапты. Марқұмдардың туысы істі қайта тергеу үшін адам жалдаған екен, яғни ағасы деген жігітті. Олар зерттей келе 4 жыл уақыт өтіп, ақыры өлтірушіні тауыпты. Ол Джинсок болып шығады. Сөйтіп, қинап, неге оларды өлтірдің десе, менің есімде емес деп жылайды. Есінде ештеңе жоқ, адамды өлтіре алмадым деп, бұрын полицияда істеп, сұрақ жауапты гипноз арқылы алған Пак Сон
сондай атты кісіні шақыртады. Сөйтіп оны гипноздап жауапты білмекші болады. Бала ештеңе айтпайды. Диссоциативтік амнезия, яғни ол өз ғұмырындағы ауыр кезде есінен өзі өшіріп тастаған. Қанша гипноздаса да оның түп санасы қарсы келіп ештеңе есіне түспейді. Осылай оған жасаған қылмысын есіне түсіру үшін қылмысқа дейінгі бақытты шағына оралуымыз керек деп дәріні береді. Ол дәрі гипнозға енгізеді. Содан кейін ол күнде дәріні ішкізіп жүрген екен. Сөйтіп анасының рөліне әйелді шақырады. Оны гипноздап санасына 97 жылды енгізіп, өзін 21 жаста деп сезінеді. Көлікте кетіп бара жатқанын, отбасымен жаңа үйге көшіп жатырмыз деп айтады. Ол жердегі туыстарының түрлері басқа екенін көреміз. Осылай жоспарларын іске асырып келеді. Сол кезге оралып, гипноз арқылы туыстарының рөлдерін өздері атқарады. Оны жаңа үйге көшіп жатырмыз деп 20 жыл алдын қылмыс жасаған үйіне алып келеді. Тамақтанып отқанда тықыр деген дауысы естігенде әлгі бөлмеде сыбайластары гүлді түсіріп алғанын көреміз. Солай олар манекендерді жатқызып, қылмыс болған кезде қайта құрастырады. Содан кейін бала тықырлаған дыбыстарды естіген екен. Өлтірген күні жаңбыр болды. Сол жаңбыр есіне түсіруіне себепкер болуы мүмкін деп ойлайды. Бәрі жоспарлағандай болып жатқанда, оны шынайы полиция алаяқтық жасадың деп жабылып ұстап алып кеткен екен. 19 күннен кейін таныстар мен ақшаның арқасында босап шыққанын шыға сала жоспарды іске асырамыз дегенде, жақын күндері жаңбыр болмай, біз жаңбырды бірнеше күн күттік. Сол уақыттары сенің гипнозың әлсіреп, сен бірдеңе сезе бастадың дейді. Не үшін жасағанымызды түсіндің бе деп қорытындылайды. Сонда Джинсок бәрі рас, тек мен адам өлтірген жоқпын деп көліктің есігін ашып секіріп кетеді. Жолдың екінші жағына өтіп алып, олардан қашады. Негізгі көшеден ауладағы көшелерге кіріп жүгіреді. Көлікпен қуып жатып, жетуге шақ қалып, оны соғатын кезде оң жақтан басқа көлік шығып қалып, соғыспау үшін рөлді оңға бұрып, бағанаға соғылып тоқтайды. Бала басын көтеріп, жарақаттанған ол талып қалады. Терең демалып, өзін басып жолдан өтпек болғанда оны көлік қағып кетеді. Қаққан адам телефонмен көмекке шақырып ауруханаға жатқызады. Апаттан соң барлығы есіне түсе бастап, 97 жылғы оқиға көрсетіле бастайды. Отбасымен көлікте ұйықтап келе жатып, олар апатқа түсіп қалып, ата-анасы қайтыс болып, жақсы көретін ағасы нашар халде жарты жыл бойы жатады. Ал елде экономикалық дағдарыс басталып, жұмыс табу қиындайды. Джинсок ағасының отасына ақша табу үшін түрлі жұмысқа орналасуға тырысады. Бірақ бірнеше айдың ақысын алдын ала сұрайды. Оған ешқандай компания келіспей жұмыс таба алмайды. Интернетпен жұмысқа орналасу үшін сөздерді жазып, хабарландыруға тастаған екен. Ағасын емдеп жүрген дәрігер қазір ота жасамасақ кеш болады деп ескертеді. Хабарландырудан көрген біреу, жазғандарың рас па? Я, рас, кез келген нәрсеңізді істеймін деп жауап береді. Кісі өлтіру үшін қанша қалайсың деп сұрақты тігінен қойып, Джинсокты ойландырып қояды. Амал жоқ, ақша керек болған соң Джинсок ойланып болып, өз келісімін береді. Сол мезетте телефон шырылдап, оған мекенжайды айтып, үйде 3 адам болады, әйел мен 2 бала. Балаларға тиіспе, тек әйелді ғана өлтіресің деп бұйырып, кілттің қайда екенін айтады. Құбырдан алып, ішке кіріп, әйелдің бөлмесіне қараса, ол кіші баласымен ұйықтап жатыр екен. Соны көрген Джинсок ештеңе істей алмай кері бұрылып кетпек болады. Сонда ұйқысыраған әйелі күйеуі жұмыстан келді деп ойлап, келдің ба деп тіл қатады. Күйеуі еместігін пышақты көрген ол шошып кетеді. Джинсок айқайламаңыз деп оны тынышталуға шақырып, қателік жасағанын түсінген жігіт жай кетемін, тек айқайламаңыз деп жыламсырайды. Келіскен әйел тыныш тұрғанда жоғарыдан үлкен қызы әкем келді ме деп кеп қалады. Таныс емес адамды пышақпен көрген қыз шыңғыра кетеді. Сасқалақтаған бала айқайлама деп қыздың артынан бармақ болады. Тоқтатпақ болған анасын итеріп жіберіп, қызға шыңғырма, мен кетемін деп сабырға шақырғанмен қыз тоқтамай бақыра береді. Есіктен жібермей жатқанда бала күштеп ашып, сол серпіммен қыздың үстіне құлап кетеді. Қыз ішін ұстап жылжиды. Сөйтсе пышақ кіріп кетіпті. Қансыраған ол тыпырлап жүріп құлайды. Джинсок тез жүгіріп кеп, кешірім сұрап, мен саған айқайлама деп едім ғой деп жылайды. Сол кезде анасы кеп, қызын көрген ол жоқ деп қатты шыңғырады. Есеңгірей бастаған бала айқайлама деп анасына қарай барып, оған да қалай пышақты сұғып алғанын байқамай қалады. Осылай екеуінің алдында не істеп қойдың деп жылап тұрады. Шок болған жігіт кететін кезде, көке, сіз кімсіз деген кішкентай баланың дауысын естіп тоқтайды. Анам қайда деген балақайға, егер менің айтқанымды істесең, анаң мен әпкең артыңнан келеді. Көрпе астына тығыл да 10 рет 100-ге дейін сана деп жібереді. Балақай айтқанын істей бастайды. Кетер кезде қабырғадағы суретке көзі түсіп, ағасын емдеп жүрген дәрігерді танып, соның отбасы екенін түсінеді. Ол жігіттің интернеттегі хабарламасын көріп, оған ақша керек екендігін білетін дәрігер соны пайдаланып, өз әйелінен құтылуды ойлағанын түсінеді. Кеткеннен кейін кішкентай бала әкесіне хабарласып, көкенің айтқанын істедім, бірақ анам мен әпкем қан болып демалмай жатыр деп көзі жасқа толып айтады. Сол уақытта жігіт дәрігерге кеп, неге
жасадыңыз, олар сіздің отбасыңыз ғой десе, әйелімнен құтылып сақтандырудан ақша алып балаларымды құтқарар едім. Яғни дағдарыстың кесірінен қаражаттан қысылғанын түсінеміз. Ал сен өз ағаңды құтқарар едің деп оның жағасынан алып, енді ағаң өледі, сен де өл деп оны шатыр үстінде қылқындыра бастайды. Сонда астындағы темірдің бұрандамасы шығып кетіп, дәрігер өзі шатырдан құлайды. Содан кейін Джинсок қатты күйзеліске түсіп, миы сол ауыр естелікті өшіргенін түсінеміз. Осылай апаттан кейін Джинсоктың есіне бәрі түсіп, есін жияды. Қасында қуған жігіт отырып, оған дәрі салып өлтірмек болады. Сонда Джинсок тапсырыс берген туысы қайда? Мен өлімге әкелетін күнә жасағанымды жеткіз дегенде, бала есіңе түсті ме деп уколды тастай салады. Неге қызы мен анасын өлтірдің? Оның күйеуі саған тапсырыс берді ме десе, Джинсок үндемей жатады. Жақында жігіт қанды оқиғадан бір ай алдын әйелдің күйеуі әйелінің атына сақтандыру жасағанын білгенін айтады. Сақтандырудан ақша алу үшін күйеуі тапсырыс жасаған деп ойлайды. Джинсоктың көз жасы ағады. Сол түні сен маған 10 рет 100-ге дейін сана, анан келеді деп айтқансың деп әлсіреген Джинсокты таңғалдырады. Сүйсе аман қалдырған бала осы жігіт болып шығады. Сол оқиғадан кейін баланың туыстары оны тонап, балалар үйіне өткізіп жіберген екен. Содан күнде жылап өлтірген адамды қалайда табамын деп өзіне сөз беріпті. Джинсок өкінішпен кешірім сұрайды. Бала өзінің әкесі тапсырыс бергенін түсініп, көзіне жас келіп, ақиқатты білген ол Джинсокқа бақытты өмір сүр деп өлтірмей кетеді. Шындықты білген бала кейін өзін терезеден лақтырса, ал Джинсок жасап қойған ісін көтере алмай, бала әкелген уколды өзіне салады. Екеуі екі жақтап қиналып көз жұмады. Осылай ғұмырында барлығы дерлік керемет болған жігіттің жағдайы 180 градусқа өзгеріп, туыстарынан айырылып қиыншылық көреді. Басына түскен бар ауыртпашылықты көтере алмаған жігіттің есі сол қиын кезде өшіріп тастағанын түсінеміз. Сөйтіп қайта апатқа ұшырап алған зақымнан бәрі есіне түседі. Егер кино ұнаған болса, лайк басып арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.